Амансыз, қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалайсыздар? Менің көңіл күйім оң. Бүгін махаббат дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін боламын. Сіз де осы видеоны тоқтатып қойып, жауап беріп көрсеңіз болады, содан кейін барып қосып тыңдайтын боласыз. Сіздің, біздің, барлығымыздың, соның ішінде мына менің де махаббат деп жүргеніміз қазір сенсация болады деп ойлаймын. Сіздерге де солай деп ойлаймын. Мен өзім көп инсайттар алдым. Махаббат деп жүргеніміз бір сөйлемнен 4 сөзден тұрады. Мен мектеп кезінде әдебиетке өте жақсы болдым. Математикаға онша болмадым, бірақ аттестаттың бәрі 4 пен 5 болатын. Махаббат дегеніміз жақсы сезімдерді сезінген кезіңіз екен. Өмірдегі барлығына сіз махаббатпен қарап, бірақ нақты ешкімге, еш нәрсеге емес. Даладағы өсіп тұрған өсімдіктердің бәріне, ұшып жүрген құстарға, адамдарға, балаларға бәріне махаббат туғызып, махаббатпен қарауыңыз керек екен. Махаббат деген мына сіздің ішіңізде болу керек екен. Мына махаббат деген сіз болуыңыз керек екен. Егер сіз ер адам болып, әйел адамға жақсы сезімдерді сезінсеңіз, махаббатты туғызсаңыз, онда сіздің гормондарыңыздың ойнап тұрғаны. Сіз оны білуіңіз керексіз. Мысалға, жақсы көріп қалдым, сүйдім, осы адамға үйленбесем болмайды, осы адамсыз өмір сүре алмаймын деген адамдар үйленгеннен кейін бұл махаббат болмады деп, екеуі екі жаққа кетіп жатады. Ал сол адамға үйлене алмай қалсаңыз, онда сол нағыз махаббат болып еді деп айтуы мүмкін. Сіздің физикалық тәніңізге жақсы болса, денсаулығыңыз жақсы дейсіз. Ақылыңызға жақсы болса, қуаныш әкеледі. Энергияңыз жақсы болса, бақыттымын деп айтасыз. Ал сезіміңізге өте жақсы болса, онда махаббат деп айтасыз. Сонда махаббат дегеніміз жақсы сезімдерді сезінгеніміз екен. Бір адамға жақсы сезімдерді сезініп, махаббатты туғызып, үйленген қолайлы. Сіз ол адамды өз адамыңыз санап, толықтай жеңілдеп, сол адаммен жақсы өмір сүресіз. Ал егер де жаңа адамдармен жақын болсаңыз, онда сіз өзіңізді қорғап қалу үшін ол адамды сынап, әртүрлі ойындарды, техникаларды қолдану керек болады сізге. Сіздің бұдан әлі өзіңізбен өзіңізден, өмірдің өзінен жақсы сезімдерді сезіне алатын кезге жетпегеніңізді көрсетеді. Егер сіз бір адамды жақсы көрсеңіз, ол адамның тек қана жақсы жақтарын ғана көресіз. Ол адамның жаман жағы да болуы мүмкін. Ал егер де бір адамды жаман көрсеңіз, ол адамның тек қана жаман жақтарын ғана көресіз. Ол адамның жақсы жағы да болуы мүмкін. Бұл жайлы менің келесі видеоларымда көре аласыздар. Және де сізді барлық адамның жақсы көргенін қалайсыз ба? Өте жеңіл түрі бар. Біреуге жеңіл болуы мүмкін, біреуге қиын болуы мүмкін.